Немеремнің дейді, немеремнің кредиті бар еді, садақа ретінде жауып отырсам бола ма дейді. Немереге, балаға, шөбереге садақа жүрмейді. Садақа әкеге, анаға, атаға, әжеге, одан ары атаға кетпейді, берілмейді. Сол сияқты балаға, немереге, шөбереге, шөпшекке, одан ары қарай садақа берілмейді. Неге? Жоғарыға төмен берілмейді. Бауырға, қарындасқа, бауырыңның баласына, бауырыңның қызына, қарындасыңның қызына, қарындасыңның баласына беруге болады, и сауап болады. Балаңызға немереңіздікі өтпейді. Содан кейін, неге немереге сіз бересіз? Немере кредитті алып, iPhone ұстайды, жақсы нәрсе ұстайды, сіз төлейсіз. Бұл не сіз? Неге сіз балаларыңызды жалқаулыққа үйретіп жатсыз? Неге жатып шерге үйретіп жатсыз? Өз алды ма, өзі көтерсін, өзі қызығын көрсін. Белі ауырмағанның нан жегенін қара дейді қазақта. Қашанғы сіз өмірде бар екенсіз, тағдырыңызға Құдай, мемлекетімізге рахмет, сізге пенсия беріп дейші. Жоқ болса не, сонда балаңыз не істей беру керек? Өмір сүрмей ме сонда? Жоқ, айналдым, апатай, бермеңіз. Балаңыздың өз тағдырын өз, сол балаңыз, сол ақшаңызды жинап, өкімет сізге берді. Үстіңізге қанша өмір берді Алла сізге. Жақсы киіміңізді киіңіз, жарқырап жүріңіз, ел жер көріңіз, саяхаттаңыз, шалыңыз тірі болса, сол ақшаны жинап алып, анау тыға бермей, немереме, шөбереме, шөпшекке той жасайым, сізге не керегі бар? Шөпшектің өзінің әкесі бар, немересінің өзінің әкесі бар. Сізге оның бір теңге керек жоқ. Аман болсын, дұғасын жаз. Бірақ ел көріңіз, жер көріңіз. Ана бабаңыз Мекке арманы болған. Соға Меккеге барып келіңіз. Бір барсаңыз 2 рет барыңыз. Одан қалса Жапонияға барыңыз. Ақша жинап ел көріңіз, жер көріңіз. Соғым алуың керек, бір мүше күн алуың керек, соны қант алуың керек. Одан кейін тағы бір аштан қалатын заман сияқты, аштан ешкім қалмайды, Құдайға шүкір. Қашанғы ақшаны бүйтіп тыға бересіз аузына. Бақытына сіз бар егіз, жоқ болсаңыз не, өле бере ме сонда адам? Масылдыққа үйретпеңіз балаңызды, бермеңіз. Аналарға да қатысты ол. Папасынан тығып, әкелер мамасынан тығып ақша бергенді қойыңыздар балаларыңызға. Бұзасыздар балаларды. Еңбектенуді үйренсін, жұмыс істеуді үйренсін, алардың алдында ойлансын. 120 мың теңгеге наушник сатып алып не көрінді соншама? Тәжі шариғат бойынша үйленетін баланың ақшасын дейді, бала өзі тапсын дейді, керек десеңіздер. Өзі тапсын дейді. Сонда ана әйелдің қадірін біледі. Бәленбай мыңға беріп, миллион беріп алған әйелдің қадірін біледі. Егер өзі әйелдің аманат екен түсінбесе, онда ең болмаса ақшаға қатын алу оңай емес. Шынымен де әйел алу оңай емес. Қызды күйеуге беру оңай емес. Соның қадірін білсін қыздарыңыз. Ең болмаса да енді мына дүнием кетіп қалады ғой. Қой енді осы жерге сіңейін, әйтеуір бір шаңырақтың бір ары қарай шайқамайын деп өмір сүруге себеп болады. Кейін өзі үйреніп кетеді өзі. Бізде анау қай жерде жазылған үй алып бер деген. Қазір кейбір қыздар мамасына претензия қоятын балалар бар. Маған үй әпермедің деп. Жоқ, айналайын. Сені оқытуға міндетті емес, саған тәрбие беруге міндетті. Ары қарай өзің жетілдіріп, өзің жұмыс істеп, өзіңді өзің жетекте. Иә, әке-шешең аман болса әйтеуір сені қорғайды бүйтіп, бір нәрсеге түспесін деп. Мама, ақша бер, кафеден тамақ ішуім керек. Анаған әкел ақша бер. Ұялмайсың ба жігіт болып? Сондықтан ата-аналарыңызды қинамаңыздар, студенттер. Жұмыс істеңіздер. Мен талай балаларды білем. Сабақтан шығып, официант болып жұмыс істейді. Мойкаға барып жұмыс істейтін қыздар бар. Әке-шешесі бар тапқанын береді, олардың жағдайы да жоқ берейін десе. Бірақ сондай болсын балаларыңыз. Сонда ол қадірін біледі. Бір сомның, бір теңгенің қадірін біледі. Бардың да қадірін біледі, жоқтың да қадірін біледі.